Сәлем достар, сіздер Агро каналындасыздар. Бүгінгі видеомызда біз бұқа бордақылаудың екінші бөлімін салайын деп отырмын. Алдыңғы бірінші бөлімде айтылмай кеткен жағдайлар, солардың барлығын түсіретін боламын. Бұл біздің бұқа бордақылауымыздың екінші бөлімі. Алдыңғы бұқалар сатылып кетті. Мұнда 3 бұқа отырған. Қазір өзіміздің үйдің сиырлары тұр. Табынға бармайтын, өріске бармайтын. Мұнда бір бұқамыз бордақланып отыр. Бұл әулиекөл тұқымдас бұқа. Өздеріңіз көргендей 1 жас 2 айлық бұқа бұл. Бірақ формасы айбат. Мойынға ет жинайтын бұқа. Әулиекөл тұқымдас бұқа. Мұны өздеріңіз білетіндей мойындағы етін көрдіңіздер ғой. Осы бұқаны да кейін бордақлап сататын боламын. Тамақ жегісі бәрі жақсы. Сіздерге бұқа бордақылауда мен қаншама бұқа бордақыладым. Соның ішінде осындай ақ әулиекөл бұқаларын бордақылауға кеңес беретін боламын. Себебі өздеріңіз білетіндей 1 жас 2 айлық бұқасының өзі аяқтарын көрдіңіздер ме? Қандай жуан. Ол аяқ босқа жуан болмайды. Кейін осылай мал да жуан болады. Бордақыланып болғасын. Бұқаның пішіні әрқалай келеді. Біреусі мойынға ет жинайды, біреусі қарынға ет жинайды, біреусі санға ет жинайтын болады. Көл тұқымдас бұқамызға келетін болсақ, бұл санға да ет жинайды, мойынға да ет жинайды, денеге де ет жинайды. Былайша айтқанда 4 бұрыш бұқалар формалы. Бұқамыздың рационына келетін болсақ, бұлардың рационы сиырлардан өзгеше. Бұқаға 3 уақыт шөп береміз. Бұл кешкі аязға дейін осы жерде тұрып шөп жейді. Себебі күн суық болған сайын мал қатты шөп жей бастайды. Ал бұқаға аяз, суықтар сол сөз емес. Бұған да экспорт ет жонышқа береміз 3 уақыт. Бұл сильный бордақтатыр, былайша айтқанда. Қатты бордақланып жатыр. Бұқа таңертең 3 килограмм жем жейді, кешкісін 3 килограммнан жейді, күніне 6 килограмм жем жейді. Жеміміз алдыңғы видеода айтқандай ақ бидайдан береміз, тартылған. Бұқаға сулап береміз, 2 уақыт 3 килограмм болғандықтан ол боғымен бірге тұсқамас үшін 2 уақыт сулап береміз. Бұның ішіндегі кітапшаларында малдың, сиырдың кітапшалары болады ішінде, қарнында. Соларда қорытылып болғанша, ол артынан түс қауы мүмкін. Сол себепті сулап береміз. Суласақ жабысып, жақсы бордақланып, малға денесіне сінеді. Және де бордақыда біз қыста көбінесе асты сыз болады, дым болады дегендей проблемалармен кездеспейміз. Себебі жер қатық қалған, міне өздеріңіз білетіндей. Астының бәрі кебу. Қар жауса 1 уақыт күреп отырамыз астын. Бұл жерде кешке дейін тұрмайды. Кешкісін жылы қораға апарып қамаймыз. Сиыр себебі кешкісін шөп жемейді, күйіс қайтарады. Тек 1 уақыт тұрады таңертеңгісін. Комментарийде көптеген кісілер айтып жатыр, малым шөп жемей қойды, күйіс қайтармай тұр дейді. Бұл бордақы кезінде көптеп кездеседі. Себебі ол малдың тұз жемеуінен болады. Малға бордақы мал болсын, қандай мал болсын, оған тұз беріп тұру керек. Ол тұз өте пайдалы болады. Достар, алдыңғы видеодан бір түсінгенім, бұқаны мойыннан байладың, мүйізден байладың, ол ешқандай себеп келтірмейді екен. Сол себепті мына бұқамызды қазір мүйізінен байлап қойдым. Бұл екінші проверкамыз болады. Осы қалай семірді, әлі алда тағы да көрсететін боламын видеолар. Бұл бұқа туралы бірінші видеомыз. Бірақ сонда да жақсы ет жинап келе жатыр. Әлі примерно бір 20 күндей бордақланады. Одан кейін сатылымға дайын болады. Бұқаның семіргенін қайдан білеміз дейді көбінесе көрермендер. Оны мына жерінен білесіздер. Міне мына жерге бұқа сан ет жинайды. Одан кейін мойынға жота жинай бастайды. Семірген бұқа міне жота жиналып келе жатыр мойнына. Бұқа сүзіп құтырып алдыңғы лопаткасына ет жинай бастайды. Бұл бұқамыз жас болғандықтан еті өте жұмсақ болады деп ойлаймын. Комментарийде осы бұқа қанша килограмм тартады, соны жаза кетіңіздер.
сіздерге қазір осы бұқаның қандай породалы екенін шешесін көрсететін боламын, сиырын. Міне осы бұқаның сиыры. Сол же әулиекөл тұқымдас сиыр, бірақ таза әулиекөл емес, мүйізі бар. Бірақ денелі айбат сиыр. Екеуі қатар тұр. Әулиекөл тұқымдастарының бір жақсы жерін айта кетейін, бұлар тамақ талғамайды, көп күтімге қажет етпейді. Грейнфорд, Глаштейн, Ангус секілді емес. Осы қазақтың ақбас тұқымы мен әулиекөл тұқымы өте Қазақстанның суық ауа райына шыдамды келеді. Сол себепті бордаққа осындай бұқаларды алыңыздар. Соған кеңес беремін. Қалған шөптің бәрін осы жылқыға береміз. Жылқы малы барлығын жей береді. Жылқыдан шыққан сағыр ол, сағыр емес. Достар, міне осылай бордақымыз. Барлығы 10 ай. 2 уақыт шөбін бересіздер. Бұқаға келсек 3 уақыт шөбін бересіздер. 3 килограммнан 2 уақыт жемін бересіздер. Сулап, таңертең және кешкісін. Жемді сулап кешкісін ыстық сумен бөктіріп, үйге қойып қойсаңыздар да болады. Онда жеміңіз бөгіп, 2 есе үлкен болып, нәтижеге тез жетесіздер. Тағы бір айта кететін жағдай. Сіздерге сиыр бордақлағаннан гөрі бұқа бордақлауға кеңес беремін. Себебі бұқада мраморный мясо дейді. Сондай болып келеді. Бұқаға сұраныс көп болады. Бұқаның салмағы да ауыр келеді. Көптеген сиыр бордақлаған қарағанда плюстары көп. Мысалы, бірдей бұқа мен сиырды сойсақ, салмағы, жасы бәрі бірдей. Бәрібір бұқа көп ет береді, көп салмақ тартады. Себебі бұқаның тоқпан жілігі, сан еттері барлығы ірі келеді. Сан етінің ортасындағы еттің жылқылары бәрі ірі келеді. Себебі бұқаның сүйегі ірі болғандықтан денесі бәрі ірі болады. Сол себепті бұқадан сіздер көп салмақ алып, ұтып кетесіздер. Сол себепті бұқа бордақлауға кеңес беремін. Бұқа бордақлап, әрбір қазақ табысты болсын. Қазір соғым уақытында осы бұқа, сиыр бордақлау бірінші орында тұр. Көп адамдарға жылқыға сұраныс болмай жатыр. Қазір көбінесе сиыр мен бұқаға көшті елдің бәрі. Себебі жылқыны көп қалта көтере бермейді. Мысалы, бір жылқыны 600-700 мыңға жылқы алғанша 300 мыңға осындай бұқа алып, мысалы, сойып аса болады, 2 үй бөлігі бірігіп. Сол себепті бұқаға қазір сұраныс көп. Бұқа бордақлаңыздар, табысты болыңыздар. Бұқа бордақлағанда да бұқаны пародисті бұқаларды бордақлаңыздар. Сонда көп шығынға ұшырамай, тез ет жинатып, тез сатылымға қойып жібересіздер. Сіздермен болған Агро каналы. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.